Өңірімізге арнайы шақыртумен келген нидерландық сарапшы Ханс Хейстек бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жаңа мобильдік қосымшаның іске қосылуына өзіндік үлесін қосты. Тәжірибелі маман Петропавл қаласы жолаушыларды тасымалдау бірлестігінің Коммунсевер жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері және жергілікті тасымалдаушылармен кездесіп дөңгелек үстел ұйымдастырды. Жиын барысында көтерілген мәселелер жайлы келесі бейнематериалда. Петропавлға арнайы шақыртылған нидерландық Ханс Хейстек алдымен жолаушылар тасымалдау қызметінің жай жапсарымен танысып, қаламызда орнатылған ақылды аялдамаларда болды. Оның қоғамдық көліктерге IT бағдарламалар орнатуда көп жылдық тәжірибесі бар. Маманның сөзіне сенсек, біздегі аялдамалар Голландиядағыдан кем емес. Ал жолаушы тасымалдаушылардың негізгі талаптарын Коммунсевер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәсіби деңгейде орындаған. Ақылды аялдамалар барлық әлемдік стандарттарға жауап береді. Дисплей, камера, жылыту сынды қосалқы қондырғылармен толық жабдықталған, ешқандай олқылық тапқан жоқпын. Жуырда Петропавлда қоғамдық көлік қозғалысын онлайн режимде қадағалайтын мобильдік қосымша іске қосылмақ. Ол бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жүзеге асырылады. Коммунсевер жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Мұрат Есмұқановтың айтуынша, аталмыш сайт жолаушылар тасымалдау қызметінің сапасын арттыруға сеп болмақ. Господин Хейстек. Жобаны іске асыруға Нидерландтан шақырылған Ханс Хейстек атсалысты. Біздің ойымызды тыңдай келіп біршама кеңес берді. Әрине білікті маманның айтқанына құлақ асатын боламыз. Ал қоғамдық көлік бағытын қадағалауға мүмкіндік туғызатын мобильдік қосымша әзірге дайындалып жатыр. 30 күн ішінде іске қосылады. Сондай-ақ мамандар алдағы уақытта қоғамдық көліктерде ақы төлеудің электрондық жүйесін енгізбекші. Фариза Жазитова, Азамат Жантурин, Дулат Мусафиров, Ақпарат.